Біздің машинамыз жолда сынып қалып жатыр. Мынадай бір дала жақта. Мамамыздың бәрі қараңғы. Заброшка тұрған жерде. Тағы бір машина жатыр, Асылым жапшы есікті қорқамын. Маман, зәнімі апақ тұрған бір нәрсе. Отыр машина. Біздер қонаққа айтып баратырмыз, кешкі қонаққа. Машинамен. Димаш пен Асылым барып отыр. Димаш чипсы жеп отыр. Мороженое жеп отыр. Мынау біздің қала. Біздің қаланың іші. Город. Қазір былай қарай ұзын жолмен кетеміз де. Ары қарай біраз жүріп кетеміз. Мә достар, біздің машинамыз жолда сынып қалып жатыр. Мынадай бір дала жақта. Мә айналамыздың бәрі қараңғы. Жүріңдер, Димаш, Асылым. Жүріңдер, папасы бәріміз. Может, не қарайық. Мә достар. Мына жақ что-то трасса сияқты, да, жақта машиналар жүр. Машинадан көмек сұрап келші. Ары қарай терек, орман ба мына жер. Орман мына жақ точно. Мә достар, күн қандай қараңғы ужас. Бірақ машиналардың шұбырып жатқан, негізі ар жақ трасса болып тұр ғой. Енді ары қарай шығайын десек біраз. Ана жер вообще орман ба бірдеңе. Тастай қараңғы да отырмыз. Дым көрінбейді оны камерадан. Ар жақта бір жарықтар көрінеді. Сізге көрмесе біздер орықтар достар. Қорқатсыңдар ма, Асылым? Иә. Күнден ашты бір көріп. Күштайдан айтпай. Ана жақтың бәрі орман, бірақ дым көрінбейді. Мен қолымда көрінбейді екендер. Ой, мама кетті. Қайда? Асылым кеттік. Кісі іздеп қайтайық, машина іздеп қайтайық дейді. О, не жан терезеге бірдеңе жабысып тұр. Міне достар, айналаның бәрі қараңғы прям. Мә, ужас даланы қарашы. Жүр, бісмелла айтып шығайық. Ана жақтағы орман жаққа барғымыз келіп тұрған жоқ. Мына бәрі айналаның бәрі орман. Асылым бас киіміңді ки. Ар жақта город. Асылым жүр. Мама, Асылым ар заброшканы қара. Заброшка тұрған жерде, мама. Ондай болдым. Иә, мына жақта достар заброшка бар екен. Көріп тұрсыздар ма сіздер ана жерде? Асылым бері кел. Мына Асылым қорқпайды ужас. Ішін қарап. Кетші. Заброшканы қарап кетейік дейді. Жүр, папаң айтты бізге машинада отырыңдар деп. Папасы қазір мына жаққа қарай кетті. Жол жаққа машина іздеп кетті. Бізге негізі машинадан түспей кілтеп алып отырыңдар деп. Айқайлашы. Кім бар ау? Димаш қорқып отыр ғой машинада. Димашты көрсетейін. Чипсы жеп, мына жерде не жасап жүргенсің? Шошқалар сияқты. Неге мына жақ дұрыстап түсірмей тұр, а? Жарық түсірген өзінде. Заброшканы көрсетейін десем, жақында қорқып тұрмын достар. Заброшканы. Я, орман деп айтып тұрмын ғой енді. Мама, мына таңды қарашы, күшті болып тұр. Папа деп айқайлам. Мен қорқып тұрсам, бұл күшті болып тұр дейді ғой. Папасы! Неге күшті тұрсың? Мына қыз далада мәз болып тұр ғой. Ана жақта бір машина жүр. Асылым отыр, құрсын жүр бол. Достар, құрсын қорқып, мына машина отырып алайын жатсақ. Жан папасы айтып кеткен бізге. Түспеңдер вообще машинаны деп. Кілтеп алып отырыңдар деп. Кілтеп алыңдар дейді. Иә. Қайта өтіп кетті машина. Тағы бір машина жатыр, Асылым жапшы есікті қорқамын мен. Жауып тұр, мама. Терезеден дым көрінбей жатыр. Мама қорғырды кім жүріп тұр, текшін қорғыр. Десе, я, Димаш қорқып отырсың ба? Жаңа жылап отыр едің, қорқып. қорқамайды. Қазір келеді, папаң кетеміз. Қайт болып отырмын, кепсі жеп, кино көріп отырмын ше. Кино. Живой қорқынышты кино көріп отырсың ба? Иә. Жүрші, папаңды қарайықшы, кішкене. Қарайықшы. Қорқып отырмын біраз уақыт. Маман, зәтіме аппақ тұрған бір нәрсе. Отыр машинаға. Димаш, ана жерде аппақ бір нәрсе тұр. Расымен достар, ана жерде бір нәрсе көрдіңіздер ма? Жаңа камераға көрінді ма? Бірақ мен қорқпаймын.
қозғалды ма? Ана ма? Жарық, қайсы жарық қосшы. Мама, достар, не анау? Мама, Құдай бөжай. Қайтан қайсы жарықты қосайын. Достар, біздер қорқып мына светін жақып қойып отырмыз. Машинаның. Жүрші асыл мына түсіп қарайықшы. Бісмилlah деп матама бір нәрсе сияқты. Жаңа болды ғой, қалай жоқ ол? Достар, мама қорқайын дедім. Димаш жақшы светті дұрыстап қарайын. Мама, құрсын асылын кеттікші, жылдам отырайықшы. Машинадан түспекші болды. Мама, мен қорқып жатырмын. Ужас, құрсын не мынау? Жаңа ғана мата сияқты бір нәрсе болды ғой, да? Иә. Ұшып бір нәрсе ұшып кетті ме? Тез машинадан тоқтап, осы машинада отырайықшы, шықпай. Айналамыздың бәрі қараңғы. Достар, біздер шықтық наконец-то. Папасы келіп, бізге әйтеуір көмек алып келіп, машинамызды шығардық. Уже мен қорқып қалдық да, балалар. Димаш пен Асылға жиі қорқып. Міне жаңа жерге өрттің ішіне кіріп, қаланың ішіне кіріп, жүрегіміз орнына түсіп жатыр ғой. Біздер киім ауыстырып шықтық. Екеуі тоңып қалды, сосын киімдерімізді ауыстырып шықтық. Біздің бұл түсірген видеомыз әрине пранк. Достар, сондықтан қорқпаңыздар, біз жай ғана қызық болсын деп түсірген болатынбыз. Егер де осындай қызық, осындай етіп сценарий бойынша қызық пранк видеолар түсіріп тұрсын десеңіздер, міндетті түрде комментарийға жазып, лайк басып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше. Димаш өз әлемімен тұрсын ғой. Пока!